Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мята туралы әңгіме айтамыз. Яғни мята жалбыз. Жалбыздың жүйкені тыныштандыратын қасиетін білген бе едіңіз? Жалбызды біз күнделікті өмірде көп қолдана бермейміз. Тек қана сусындарда қосылған кезде немесе көк шай ішкен кезде қосуымыз мүмкін. Ал сіз жүйкеңізді тыныштандырып қана қоймай, жүрекке де әсері бар, яғни қан айналым процесін жақсартады. Жалбыздың бас ауыру кезінде және гипертония кезінде пайдасы мол, яғни қан тамырларды кеңейтіп, жүйкені тыныштандыратын қасиетке ие. Жалбыз шайын кез келген адамға ішуге болады, тек қана 4 жасқа дейінгі балаларға ішуге болмайды, және астматиктер мен бала емізетін әйелдерге болмайды. Мята шайын таңғы ас кезінде және түскі уақытта жарты сағат бұрын және кешке жақын ұйқы алдында ішуге болады. Күндіз мята шайы аппетитіңізді жоғалту үшін, ал кешке жақын денеңізді босаңсытып демалуға жақсы. Мята шайын дайындау үшін 1 шай қасық таза балғын мята кесілген ұсақталған болу керек және қайнатылған су. Мята шайын қайнатудың қажеті жоқ, өйткені ол қайнаған кезде өзінің қасиетін жоғалтып қояды. Мята жапырақшаларына ыстық суды құйып 5-7 минутқа қойып қойған дұрыс. Шайдың дәмін келтіру үшін лимон және бал қоссаңыз болады. Пайдаларыңызға жарады деген үміттемін. Плюс бәріне керек арнасына тіркеліп етіңіздер. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы, бізбен бірге болыңыздар.